Так, баршаңызға қайырлы кеш болсын, құрметті оқушылар. Сіздерде қайырлы кеш, бізде көріп тұрғандарыңыздай түс болып тұр. Жалпы сіздермен бірге қазір осы бір қызықты бір контекст талдайтын боламыз. Архимед күші деген 20, бүгін бізде 6-сы, 25-сі күні ұбт тапсырған оқушыларға және бүгін ұбт тапсырған оқушыларға осы контекст келген екен. Бұдан біз не түсінеміз? Яғни жазда келген контексттер, нағыз ұбтта келген контексттердің бір сыпырасы осы наурыз ұбтта келіп жатыр деген сөз. Олай болса бірге шығарып көрейік. Өздеріңіз бірінші пауза қойып шығарып көрсеңіздер болады, кейін менің талдауыммен салыстыра отыра жатарсыздар. Қатты қиын контекст емес, жалпы Архимед деген қиын тақырып болғанымен бұл контекст Архимедке прям қатты былай кірмейді негізінде. Не дейді? Суретте белгілі бір мөлшерде су бар өлшеуіш цилиндр берілген дейді. Суға тасты салғанда судың деңгейі көтерілді. Судың тығыздығы 1000, тастың тығыздығы 2500. Yani тастың тығыздығы көп болған есебінен, яғни жазып қояйық. Ро тастың тығыздығы бізде судың тығыздығынан көп болғанның есебінен нені байқаймыз біз достар? Тастың суға батқандығын байқаймыз, Енді бізде бірінші сұрақ, ауызша табатын сұрақ, өлшеуіш цилиндрдің бөлік құны дейді. Бұл не деген сөз достар? Қараңыздар. Бөлік құны дегеніміз мұқият бүйтіп жақсылап қарау керек. Бұл жерде бөлік құны деген мінекей мынау бір аралықты айтатын. Кішкентай аралық бар ғой. Осы аралық достар бөлік құны деп айтылады. Енді мына жерде мұқият қарасаңыздар, мінекей 50, дұрыс па? Осы 50-ге дейін осы бөлік құндар қанша бар? Әр бөлік құны өзі анықталады. Скорее всего 10 деп ойлаймын, Қарап көрейік, мінекей. Так, бізде қанша сызық бар? 1 сызық тұр, 2 сызық, 3 сызық, 4 сызық, 5 сызық тұр. Значит, достар, 10 сантиметр кубты құрайды деген сөз. Мысалға 200-ге дейін барады ғой. 200-ге дейін табуға болады әрқайсысы қаншадан екендігін, мысалға. Әрқайсысы 10-нан андай бөлік сызықтарын санайтын болсақ, бұда 20 сызықтың шығатындығы анық. Яғни бөлік құны дегеніміз осы достар. Значит, бізде бөлік құны қанша деген сөз? 10 сантиметр кубты құрайды деген сөз. Бірінші сұрақ осы. Бұл жерде көбісі 50 деп ойлап қалады, на самом-то деле жоқ. 50 емес, бөлік құны 10. И өлшем бірлігі метр куб болу керек, бірақ мұнда сантиметр кубпен бергендіктен не істеп жазамыз? Сантиметр кубты қолдана береміз көлемнің өлшем бірлігінде. Келесі сұраққа өтейік достар. Келесі сұрақ бізде тастың көлемі неге тең? Тоже ауызша табатын сұрақ. Қалай табамыз? Мұқият қараңыздар. Біріншіде тас жоқ кезде көлем қанша болып тұр бізде? 100 пен 50-дің ортасында тұр. Яғни 75-те тұр бізде, дұрыс па? Яғни 75-те тұр. Тас жоқ кезде. Ал енді тасты осы суға салған еді, қанша болды? 100 пен 150 мен 100-дің ортасына дейін көтерілді достар. Яғни 125-ке көтерілгендігін көріп тұрмыз. Енді тас қанша деген сөз? Егер ол тас жоқ кезде 75, тас бар кезде 125 болса. Әрине, ол 50-ді құрайды деген сөз. Яғни тастың көлемі 50 сантиметр куб деген сөз. Бұл да бір ауызша сұрақ деп қарастыруға болады. Көріп тұрғандарыңызда 5 вариант, яғни 2022-ның жазында келген контекст. Осылай таба салуға болады екен. Үшінші сұрақ. Өлшеуіш цилиндрден су төгілмейтіндей көлемі осындай тағыда неше тас сала аламыз дейді. Жақсы, келдік. Қараңыздар, мына жаққа бір тас салынды, бұның көлемі 125-ке көтерілді. Тағы бір тас саламыз достар, мінекей. Тағы бір тас саламыз. Қаншаға көтеріледі? 175-ке көтеріледі. Дұрыс па? Өйткені әр тастың көлемі 50 ғой бізде. Сонда тағы бір тас салсақ не болады? Тағы бір тас салатын болсақ, бұл уже артық болады. Себебі ол уже 225-ке өтіп кетеді. Ал бізде өзі 200-ақ кубты құрап тұр, дұрыс па? Значит,
бір ғана тас салына алады деген сөз екен. Негізгі тастан бөлек тағы біз бірақ тас сала аламыз. Математика сауаттылық болып кетті ма? 24-ші сұрақ достар. Тастың массасы неге тең дейді. Тастың массасын анықтау үшін біз тығыздықтың формуласын еске түсіреміз. Ол ρ тең м бөлінген v. Біз жүрекше деп жаттап алған формула. Дәл осы формуладан жай ғана м-ді не істейміз? Жіктейміз достар. м тең ρ v болады. Ро тас бізде 2500. Тастықын сұрап тұр ғой, сол үшін тастың тығыздығын аламыз. 2500. Көбейтемін. Тастың көлемі ол бізде 50 өлшем бірлігін айналдыру керек достар. Сантиметр куб деген нәрсе бұл қалай айналады? Санти деген ол оның минус 2. Ал оның сыртында еще куб болса, сонда оның минус 6 болып айналады деген сөз. Мұқият қана көбейтіп жіберейік. Бұл жерде 25-ке 5-ті көбейтетін болсақ, біз 125 деген санды аламыз. Көбейтілген 10-ның мінеге, мына жерде 2 нөлі, 3 нөлі бар, и мына жақта 10-ның минус 6-сы бар. Сонда 125 10-ның минус 3 килограмм деп жазсақ болады екен. Немесе 125 грамм деген, яғни А вариантын таңдай алады екенбіз. Бұл жерде С вариантымен кішкене шатасып қалуға болады, но әрине формаға салсаңыздар ешқандай қиындығы жоқ сұрақ. 5-ші контекстің соңғы сұрағы тасқа әсер ететін Архимед күшін сұрап отыр бізден достар. Тасқа әсер ететін Архимед күші. Жалпы мына нәрсені түсіну керек енді. Осы жерде өте мұқият болу керек. Қараңыздар. Біріншіден Архимед күші ол қалай анықталады негізі? Архимед күші деп жатқанымыз ол F тең ρ GV. Формула осылай, дұрыс па? Ал енді достар, осы формулада ρ GV деген формулада ненің рөлін атқарады? Осыны бірінші бөліп алу керек. Архимед күші ол сұйықтың тығыздығы және де дененің көлеміне тәуелді. Сәйкесінше біз мына жаққа 1000-ды қоямыз, G-ға 10-ды қоямыз, ал мынаған дененің көлемін қоямыз, яғни тастың көлемі ол бізде жаңа анықталып қойды, 50 сантиметр куб, яғни 50 оның минус 6 дәресі болған. Сонда достар, мына 50-дің өзін жаза тұрайын мен. 50 көбейтілген 10-ның қанша дәрежесі болады? Есептеп жібереміз. Мына 3 нөл, мына 4 нөл болады, сонда мен қысқарады, минус 2 қалады достар. Мына минус 2 қалады. Сонда 0,5 ньютон деген жауап келтірсек болады. 1, 2, 0,5 ньютон. Ол бізде мінекей С вариантында тұр екен. Осымен бізде контекст тәмам достар. Наурыз ұбытыға Аток ағаймен бірге дайындалыңыздар. Егерде осыған ұқсас тағы да контексттер жиыны керек болса, әдеттегі мен Instagram парақшамды білесіздер, atok.school. Жалпы төменде Instagramда ссылка тұрады. Осы жерге наурыз контекст десеңіздер, жалпы контекст наурыз ұбытыда келу мүмкін контексттердің бірсыпырасын тегін беретін боламын. Баршаңызға сәттілік, наурыз ұбытыдан сүрінбей өтіңіздер, нағыз ұбытыға тоқтаусыз дайындалыңыздар, білімдеріңізді шыңдаңыздар. Сіздерге әдеттегідей жерорта теңізінен, Түркия елінен жалынды сәлем.